Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде 7 ақпан комиссия келді. ПТК комиссия 10 адам құрамында 10 адам. Так, жігіттер мен ішті тексеріп жүрмін. Гараждарда жігіттер ұятқа қалдырмаған екен, бәрін тапсырып жинап әдемі қылып кеткен. Ақтөбеге келдік. Жаңа осы офистен хабарласты. Бір аптаға жұмысқа барып қайтасың деп. Бүгін 10 күні демалысқа шықтым. Мен арасында осылай өзімізді балып өтіп қоямыз. Қазір бургерге кетіп тұрмын. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде 7 ақпан комиссия келді. ПТК комиссия 10 адам құрамында 10 адам. Қазір біздер требование жасап кетіп басқұрықтан жаңа мені таңдау үшін комнатаны жуу үшін нелер қолғаптар алдыру керек. Так, жігіттер мен ішті тексеріп жүрмін. Гараждарда жігіттер ұятқа қалдырмаған екен, бәрін тапсырып жинап әдемі қылып кеткен. Молодец. Бұл бізде қазір іште тұр. АДП-м жаңа аштым. Таза іші. Бұл кісілердің өздерінде кілт болады, сосын менде кілт болады. Запас. Қазір осы. Бізде енді не тексереді? Тұрғын безопасы, пожар безопасы жағын тексереді. Осындай хитростар бар бізде. Мынаның ішінде тазалаған, кешеде лас болып еді. Негізі мына заттарды алып жүріп, личный предметтердің негізі ше. Өзім алып жүрмін, қазір сөз маған келеді. Жерге қойып қоям ба ана ше. Вообще, говорит, қайтан қуатты өліктен мен. Мал жұмыс істемейді мен мысалы үшін. Одан алып қайын. Осындай нәрселер бар. Ұсақ нарушение бар. Өмірде кем сүрме, артық керек емес. Сағынып жүрсің бе, ол сені елемес. Тамшысы тағдырдың тамған жер бетіне, сол жерде қап қойған тек жалғыз сен емес. Өмірді қиындатпа, жақсы жол табылар. Санаңды құйындатпа, жан болсаң бағы бар. Жиырма дейді. Кетіп бар қалай? Енді жүре берейік та. 19. Тоқтады ғой. Алдап кетті ғой чөті. Қайда кел. Папа күтіп тұру керек. Егер күтіп тұрса. Öyle durun. Sarıyorum oturduk gittik. Nasıl baba? Aldan koyayım ben. Ne istiyorsunuz koy. İnşallah. Хабарласты. Баршаңызға қайырлы таң.
конфликтке келіп қалдық водительмен қайтарда. Короче, автономкадан иіс шығып кетті, солярканың иісі. Сосын түсіп баратында, далаға шығып баратында айтып едім ғой, аға солярканың иісі шығып кетті, бір патровка шлангыдан жіберіп қойған жоқ қой деп. Ана кісі ашуланып кетті. Айтып, аға, мен сізге ескерттім ғой, болды, мен тек ескерттім, иісін сездім, ескерттім, может байқамай қалатын шығарсыз, енді водительсіз ғой деп едім. Бәріміз водительміз, ескерту міндеті ғой деп едім. Ана кісі жындан еще қоймайды ғой, келіп қайта тиіседі, төбелескісі келеді біртүрлі. Бір уақытта қатын құсап істеп бұлданып кәдімгідей. Бір жағынан енді үлкен кісі ғой, енді үлкен кісі болғанда қалай, ондай үлкен емес, бір 71 деңе сондай шығар, 81 деңе. Енді әкеммен қатар кісі ғой, енді десек те болады, бірақ дегенмен ана кісі бұлдан. Жақсы келдік, Теңізден бір жігітпен таныстық, тоже келе жатқан Қандыағаштың жігіті екен, Теңізде жұмыс жасайды, заводта жұмыс жасаймын дейді. Қазір енді жаңа келіншегімді жұмысқа апарып жатырмын да, сосын шығып кете қойдым. ГМЗ-дан Батыс Екіге 1100 теңгеге, 1000 теңге деген 1100 теңге деп көтерілді. Сосын 800 теңге деген айтпақшы, 800 теңгеден 1100 теңгеге көтерді. Қазір енді үй жаққа бара жатырмыз. Жаңа папа звондады, үй жаққа келіп, біздер шығамыз деп. Олар бүгін бұйырсақ неге кетеді, шұбарға кету керек. Кешегіде сол ТБ туралы сөйлесіп едім жігіттермен. Жігіттер айтады, ТБ-да ешқандай перспектива жоқ дейді. Перспектива жоқ, тек максимум көтеріле аласың, ведущий инженер по ТБ-ға көтеріле аласың. Ведущий инженер по ТБ жақында ғана орналасты, ол кісі әзір орналаспайды. Енді білмеймін, бұйырғаны көреміз. Геологқа, мүмкін технологқа секіріп кетейін деп едім, мүмкін мастерге, бірақ дегенмен енді мен ең бастысы мақсат бұл жерде добычаға шығып кету бар ғой. Не, қандай операция қалай болады. Мен буреннен кейін көп нәрсені білмеймін, сол себептен ең бірінші кезекте осы не істеу керек. Добычаға шығу керек маған. Не болып жатыр, мысалы горячий деген не зат, қалай істеледі деген сияқты. Білмеймін, енді бұйырса көреміз. ТБ-шекті алып жылмен бір өтуін еттік енді. Бірақ сонда да біразға да интрига қылып қалып. Ол неге интрига қылғанын әлі официально ешкім хабарын айтқан жоқ, тек қалаға барған, офиске барғанда қазір не істейсің деп, бірақ енді официально ештеңе деген жоқ. Көреміз енді. Мүмкін бір апта демалып, сосын қайта кетіп қалу да мүмкін, ол да мүмкін. Білейін, бұйырғанын көреміз енді. Жаққа кеттік онда. Экран осы Ақтөбеде өзімізде прикол бар. Экранын не істейтін, яркісін түсіретін пульт бар ма деп. Түнеге жатқанда кәдімгідей экран істейді. Шағылсады көзге. Құрған бақыттың ақтаңы қай кезде атады. Қитықтап тұрғызбаған тағдырға тамсанам, бақытқа бұрғызбаған қалжырап қалса жан, көгіне көтермейтін қарызың өтелмейтін. Ей өмір, бақытың қаншада, кезің жоқ сынамаған, жылады қанша адам, пенделер шыдамаған, шаттықтай аңсаған, тұсаудай кесілмеген, шынжыры шешілмеген. Ей өмір. Ассалаумағалейкум, тағы да жаңа осы офистен хабарласты. Бір аптаға жұмысқа барып қайтасың деді. Бүгін 10 күні демалысқа шықтым. Мен демек 17 күні жұмысқа қайтам барып 24 қайтып келетін боламын бұйырса. Менің уақытым негізі керісінше 24-і 10 еді, 24-9 болды. Енді келесі уақытта ауысып жаттым. Осы айда 16 күн шығады менде. Өткен 9 күн жұмыс істеп кеттім, целый 9 күн, сосын бұйырса ертең 17-сі барып 18-ден жұмысқа қосылсам, 24-ті целый ден жұмыс істесем,
Сонымен қайтып келдім. Алла бұйырса тағы да жұмыстың ретін бөлісетін боламын. Енді инженер по технике безопасности не қандай нарушение, бірақ енді жігіттер айтады. Жаңа сменщигіме хабарластым, ол кісі солай примерно солай шешек деді. Өйткені оның алдында да тоже Потовой деген кісі болды. Мен мысалы мына кісінің сол кісінің орнына кірдім мен. Секірмей ақ қойық, анда-мында секіртпей ақ қойшы деп өтінген. Сосын ладно деп салғанмын. Енді мен короткий уақытқа түсіп жатырмын, короче, өйткені айды жаппаймын, пока ертең сентябрь ма, октябрьда ма, примерно перевахтовка болады, сол кезде түсеміз дейді. Жақсы деп келістім. Енді новенький болғасын, кез келген нәрсеге келісесің. Сосын типа айтып қойдым, енді жұмыстың ретін түсіндіретін боламын өзім деп. Жақсы, рахмет деп, алғысым шексіз деп телефон тастағанмын. Енді бұйырса ертең 17-сіне билет аламын, 24-ті қайтатын билет алу керекпін. Сол жағдай. Басқа ешқандай жаңалық жоқ бізде. Қазір демалыс. Бүгін демалыстың жаңа офиске барып келдім, шаруаларын бітіріп келдім, договорға қол қойып, сосын қосымша жаңа сиз алдым, бас киім, каска, анау, очки, сондайлар. Ертең бұйырса понедельник барам, полный сиз аламын. Енді қысқы киімімді, жазғы киімімді бәрін алып аламын, сосын етіктерімді, етігімді. Сол бұйырса жұмысқа кірісетін боламыз. Алдағы уақытта видеолар тағы да шығатын болады. Баршаңызға көп рахмет назарларыңызға. Білемін, соңғы кездері видеолар қызық емес болып кетті. Енді бірыңғай телефон, бірыңғай тек жұмыстың видеолар шығатын шығар, влогтар және жұмыстағы влогтарым. Яндексте де қазір біздің жұмыс істеп отырған таксопаркіміз қандай қалып жатады, Яндекстің ішінен алатын қалып жатады. Нені процентті жаңа нені оплатамда, короче, бұрын ешқандай 5% налевой ставка болып еді. Енді қазір кішкене 0,0-ден 1 ма, примерно 0,1 ма, примерно сондай прайс ұстайды. Демек ол дегеніміз уже зажарились деген сөз ғой. Енді ол мүмкін таксопарктың бәрі солай шығар, енді оңай бірден. Бірақ көбіне мен байқағаным, бір тағы да таксопарктерді көремін, постоянно статустарын жазып жатады, типа ключ у нас істемей тұр, анау деген нәрселерді ше. Көреміз енді. Таксидің де мәні кеткен сияқты, енді Яндекстерде естіп жатқан сияқтысыз. Яндекстер жаңа неде Астана қаласында митингке шығып жатыр, проценті көп деп. Кешеде бір видеолар келіп жатыр, проценті көп. Біз білмейді екенбіз әлі. Біз білмейтін қырлар да бар екен Яндекстің. Солай. Сол, рахмет. Көрсететін боламыз. Арасында осылай өзімізді балып өтіп қоямыз. Мына қазір бургерге кетіп тұрмын. Комбо алып. Қазір үй жаққа барамыз. Біздің Ақтөбе. Жаңа барлығымен сөйлестік, келістік. Вақтының смена туралы, графигі туралы барлығын келістік. Жаман емес. Енді қазір сол үйге барып, сосын қайттан шығатын боламын, достарымызбен кездесетін боламын.